Саламатсыздар ма, құрметті қызықты әңгімелер каналының оқырмандары. Бүгін мен сіздерге көршінің хикаясы атты әңгімесін әңгімелейтін боламын. Достарыңызбен бөлісіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ербол күзде 30 жасқа толғанын туған туысымен, ұжымдастарымен, достарымен дүркіретіп тойлады. Бұлай мейрамханада тойлауының да себебі жоқ емес. Шүкір, қара торы сүйкімді келіншегі Назира көп күттірмей, бірінен соң бірін 3 ұлымды өмірге келді. Кенжесі 1 жасқа толды. Биыл үлкен үй салып бітіргені тағы бар. Өмірінің жаңа белесін жаңа үйде қарсы алу бұйырыпты. Тұңғышы мектеп табалдырығын аттап 1-ші сынып оқушысы атанды. Мұның өзін көріп сезіну әкелік жүрегін толқытып жіберді. 4 құбыласы түгелденіп, көңілі марқайып, кеудесін мақтаныш кернеп жүр. Майра Ерболдың көршісі, 4 балалы келіншек. Биыл көктемде 35 жасын толтырды. Күйеуі Қанат та өзімен қатарлас бір торға қақ-соқпен ісі жоқ, жұмысына берілген жігіт ағасы. Бұлар 1 жыл бұрын қоныс тойын тойлаған еді. Жаңа үйдің жұмысы біткен бе, әлде жамап, жақсап, тапқандарын жаңа шаңырақтарына жабыстырып, жиһазбен толтырып әлек. Бұл 2 көршіні арадағы жол ғана байланыстырып тұрған жоқ. Бізге көршілер де емес, көшіп келген күннен ақ 2 отбасының аралас-құраластағы жарасып жүре берді. Ербол таңнан кешке дейін жұмыста болып, көп көргенмен келіншегі Назира үй шаруасымен келіншек екен. Ашық жарқын мінезінің арқасында жатсынбай Майраны тәтелеп араласып кетті. 2 үйдің балалары бірге балабақшаға барады. Демалыста күні бойы бірге ойнап, бір дастарханнан ас ішіп 2 ортада жүреді. Арада 3-4 ай өтті. Майра жаңа желөзге тапсырыс берген еді. 2 күнде дайын қылып әкеліп беріп қойды. Терезесіне тезірек ілмекке асықты. Қанат жұмыс бабымен көрші облысқа кеткен еді. Әйелдік шыдамсыздығы сыр бере бастады. Назираға хабарласып, әдеттегідей көмекке шақырып үлгерді. Қазір келемін деген көршісі сәлден соң күйеуін жіберіпті. Осы уақытқа дейін сәлемдесуден әрі асықпаған Ербол мен Майра жарты сағаттай әңгімелесе жүріп, танысып, 2 терезеге желөзі іліп тастады. Ерболдың жылдам әрі ұқыпты ісіне риза болған Майра рахметін айтып, қолына балаларыңа апар деп тәттілер мен алма ұстатты. Бәленің бәрі осыдан басталатынын кім біліпті. Майраның ойында титтей арам ой болсайшы. Назирада арам ой болса, күйеуін жалғыз әйелге көмекке жіберер ме еді. Балаларын аулауға ойнатып қойып, ас үйінде тамақ жасап, терезеден сыртқа шығып, көз тастап тұру Майраның әдетіне айналып кеткенді. Сол дағдысына кешкісін терезе алдында тұрған оның ойын телефон шырлап бөліп жіберді. Бейтаныс нөмір тұтқаны көтеріп еді, көршісі Ербол. Майра, сәлем, қалайсың? Жақсы, шүкір, өздерің қалайсыңдар? Терезеден қарап тұра бересің бе? Сыртқа шықсаңшы. Деп аңырқап қалған Майра жан-жағына қарады. Көршісінің қай тұстан мұны көріп тұрғанын көзбен шолып шықты. Таппады. Мені қайдан көріп тұрсың? Көргісі келген көз табады ғой. Жай шама, тыныштық болар. Назира үйде ме? Назира төркініне кеткен. Жай, көшеге шығып серуендеп қайтпадық па? Қапелімде оның сұрақтарына жауап таппай қалды. Бұл нөмірімді әйелінің телефонынан алған болды ғой. Серуендеу нес? Ыңғайсыз емес пе? Көршілерден ұятты. Қабат-қабат ойлармен әуре боп кетті. Ертең не істейсің? Балаларыңмен шықсаңшы, бассейнге барып қайтайық. Бір тамаша жерді білемін. Жақсы идея екен, көрейік. Қанатпен сөйлесіп демалатын болса, кешке жауабын айтармын. Қанаттың не қатысы бар? Үндемей-ақ қой, өзіміз ғана барып келейік. Жұмыстағы адамды мазаламайық. Ербол еркінсіп билеп төстеп барады. Қой, менің Қанатсыз, сенің Назирасыз бассейнде жүргеніміз ерсілеу болар. Сәті түскенде 4-еуміз түгел барармыз. Осымен әңгімені қайырған Майра тұтқаны қойды. Көршісінің әрекетін ыңғайсыз көріп тұрса да, артық ешнәрсе айтпады ғой. Мүмкін 2 үйдің балаларын ыстық күнде шомылдырып келгісі келген болар. Дереу арам ойға берілмейінше деп қоя салды. Ертеңіне WhatsApp-ына хабарлама келді. Не істедің, красавица? Ойландың ба? Бассейнге қай күні барамыз? Деген мәтіннен ақ кімнен келгенін түсіне қойды. Осындай хаттар 1 апта бойы толастамады. Ол үгіттеуден, бұл бас тартудан шаршамады. Мұны не күйеуіне, не Назираға айта алмай, жылы жауып қоюды жөн көрді. Бассейн тақырыбы жабылғанымен көршінің әуресі күшейе берді. Бұл қашқан сайын ол ентелей түсті. Телефон шалады, хат жазады, ғашық болып қалыптымыз.
Әлеуметтік желідегі Майраның парақшасын тауып, фотоларын көшіріп, телефонына сақтап қойыпты. Қарама-қарсы екі үйдің терезесінен іштегі көрініс көзге ұрып тұрады емес пе? Ербол үйдегі уақытыны мұны аңдумен өткізетінді шығарды. Күні бойы не істеп не қойғанын өзіне хабарламамен жолдап отырады. Өз-өзінен қуыстанып Майра есік алдына бұрынғыдай еркін шыға алмай қалды. Мұны сырттай бақылап жүрген Ербол неге көрінбей жүрсің деп хат жолдаудан танбады. Майраның ойы сансаққа кетті. Көршінің не ойлағаны бар? Қалжыңы ма, әлде шыны ма, сол ма? Ғашық болып қалғанына сенгісі-ақ келеді, бірақ солай-ақ болсын. Мұңнан қолынан келеді. Екеуінің бас бос болса бір жөн. Отбасылы бала шағалы адамдар. Демек ол көңілдес болуға мәжбүрлеп тұрғаны ма? Бір қайдағыны ойлап, көршінің қылығын күйеуіне айтқаны дұрыс па? Әлде оның әйеліне барып арызданғаны жөн бе? Ой түбіне жете алмай, не де болса біреуімен бөлісіп кеңес сұрамаққа бекінді. Анасынан өзге шын жанашыр болмасын, кім ақылдасты? Көпті көрген жан емес пе? Қызым, әйелінің жанын түсінбей, қадірін білмей жылуды сырттан іздеп жүрген еркек сенің қадіріңді қайдан білсін? Кеш болмай тұрғанда бетін қайтарып таста. Оның әйелі не білсе, не болмақ? Мұндай еркектің көксегені төсектен басқа не дейсің? Тәтті сөзге алданып, тура жолыңнан тайып кетпе қарағым, деп анасы қатты уайымдап қалды. Алла сақтасын, мама, абырой берсін деп бұл анасын жұбатып қойды. Ең дұрысы оның нөмірлерін бұған хабарласа алмайтындай қара тізімге қоюды ұйғарды. Солай істеді де уф деп арқасына жүк түскендей жеңілдеп сала берді. Тек көзіне түспесе болды. Бұрынғыдай емін-еркін Назираның үйіне бара алмайтын болды. Ол өзі келіп әңгімесін айтып кетеді. Күйеуімен ренжісіп қалғанын да жасырмайды. Не дейсін? Үнсіз тыңдап басын шұлғып отырудан басқа амалы жоқ. Қара тізімге ілінгені көршіге тосқауыл бола ала ма? 2 күннен хабарласып сөйлесе алмаған ол ақыры бөтен нөмірден бұған қоңырау шалды. Жұмысындағы жігіттің телефоны екен. Бейтаныс нөмірден еш күдіктенбеген Майра тұтқаны көтере беріп, мұның даусын естіп тосылып қалды. Майра, тыңдашы, тұтқаны қоймашы деп бастырмалатып бара жатты. Жалынышты үнмен: мәссаған, тағы сенсің бе? Шын айтамын, сенсіз маған қиын болып жүр. Сені жақсы көремін, еш қызық жоқ. Сені қалай сендірсем екен? Тастамашы мені, даусыңды бір естуге мүмкіндік беріп тұршы, мені блоктан шығаршы. Жарайды дей салды, алдамсыратып. Сөйтті де бұл нөмірді де қара тізімге сақтап қойды. Келесі күні тағы да бейтаныс нөмір, бірақ бұл жолы WhatsApp-қа хабарлама жіберіпті. Таудың етегінде төменге қарасаң бас айналатын құздың жиегінде отырған Ерболдың фотосы. Астына: өмірімде басынан кешпеген ғашықтықты сезініп жүрмін. Бойдақ күнімде мұндай болмаған едім. Екеуміздің де отбасылы екенімізді біле тұра, сенен бас тарта алмаймын. Өмірімді сенімен өткізгім келеді. Арадағы кедергі менің әйелім болса, онымен ажырасуға дайынмын. Маған ондай әйелдің керегі жоқ деп хабарлама жолдапты. Екеуміздің де басымыз бос болған күннің өзінде сені таңдамас едім деп бұл өмір бір сөйлем жолдады. Майраның шыны сол еді. Мұның талғамындағы ер жігіттің бейнесі мен оның бейнесі мүлде кереғар. Кейде қыз күніндегідей әлдебіреудің ғашықтықпын деп езіліп, өзіне мұқтаж болғанына марқайып қызық көріп кетеді. Бірақ өзінің енді жас күні оралмасын сезініп, бірнеше отбасының тағдыры ойлап, ақылмен шешіп, бұл хикаяның нүктесін дұрыс қоюды көбірек ойлайтын. Көршісінің мінез құлқын біраз біліп, сырттайда танып қалды емес пе? Өз күйеуінен артық жері жоқ. Оған көзі анық жетеді. Менен 5 жас кіші байғұс қай сиқыма қызығып жүр деп аң-таң боп айнаға бір қарайды. Сырт келбетін ойша Назирамен салыстырады. Оның еш кемшілігі жоқтай көрінеді. Көзі балбыл жайнаған, қара торы келіншек сыр жүгіріп, үй тірлігін жасап, асын пісіріп жүргені. Қасқай, біреудің әйелі біреуге қыздай деп бекер айтпаған болды ғой. Өмірде еш қызық жоқ. Мені үйде кім күтіп отыр дейсің? Бәрінен шашадың. Өле салған оңайырақ деген жауап келді. Өлсең жаназаңа шақырарсың. Айтпақшы, қазір үйіңе қайтпасаң, Назираға барып бәрін айтамын. Әке-шешең де үйіңде шындықты айтатын сәт келді деп келген смайликті қоса жолдады. Бірақ Майраның іші қылпылдап, жаны жай таппай жүр. Мынау ішіп алып өзіне қастық қылып жүрмес пе екен? Әйеліммен қарым-қатынасы дұрыс болмаса, мен не істеуім керек? Көлін табуым керек пе? Қызық адам екен өзі. Басыма бәле болғанын-ай. Үйіне барып бәрін айтайын ба? Қой, не де болса Әліптің артын бағайын деп түнді күтті.
Артық аштығың болса бере тұршы деген сылтаумен Нәзираға телефон соқты. Сөйтіп Ерболдың үйіне оралғанын біліп, маңдайынан суық тер бұрқ етті. Қанаттың жылына бір алатын еңбек демалысының уақыты келіп, Майра отбасын көндіріп, демалуға кетуді ұйғарды. Сөйтіп 10 күн демалып, әрі туған туысты аралап оралды. Үйінің бір кілтін Нәзираға тастап, көз қырыңды сала жүрші деп тапсырған еді. Демалысының 4-ші күні қоңырау шалып, үй жақтан хабар алып қоймақшы еді. Телефоны өшірулі, WhatsApp-ына жазып еді, жауабы болмады. Сол бойы сөйлесе алмады. Бұлардың үйіне оралғанын көріп, көрші құрым Нәзираның өзі келді. Сол жақ көзінің көгеріп, ерні жырылғанын байқады. Сұрауға батпаса да не болғанын сезді. Кілтін беріп тұрып, телефонымды сындырып алдым деді. Шай ішсеңші дегеніне қарамай, балалар үйде жалғыз қалды деп асығыс шығып кетті. Ербол сияқты қатынқұмар еркекке қор болған Нәзираны Майра іштей аяп жүрді. Қойындағы күйеуінің жүргіштігін өзгеге көз салатынын сезбей ме екен, әлде сезе тұра білмеген сыңай таныта ма? Таяқ жесе де 3 баламен ажырасып, не оба табамын дейді ме олар? Арада 2-3 күн өткенде көршінің көзі көгеріп, телефонның сынуының сыры ашылды. 3 үйден кейін тұратын Гүлзат келіп, естіп көгергеннің бәрін жайып салды. Бұлар демалыста жүрген 10 күн ішінде шағын көшеде үлкен дау туыпты. Яғни Нәзира айқарап жүрмей, күйеуімен жарысып көрші дәрігер Мұратпен жүрген көрінеді. Махаббаттарының қай кезде басталғанын ешкім болжай алмайды. Оның әйелі телефонға келген хабарламаны көріп, бар сырды біліп, шу көтермесе, жабулы қазан жабулы күйінше қалар ма еді. Тіпті Нәзираның 4-шісіне жүктілігі көршілер сол кезде біліпті. Құрсақтағы сәбидің әкесі сол дәрігер ме деген күдік туған көрінеді. Мұраттың әйелі ДНК сараптамасын жасатамын деп Нәзираға келіп, ата-енесі мен балаларының көзінше балағаттап, шашын жұлуға дейін барыпты. Бұл шу екі отбасының арасында қалмай, бүкіл көше тұрғыны құлағдар болып, беттерінің шымшыған көрінеді. Нәзираны қарғап сілеп, азғындарға бұл жерде орын жоқ, тез келген жеріңе кері қайтыңдар деп бір ауыздан үкім шығарып та жіберіпті. Ербол сол күні-ақ Нәзираны үйіне кіргізіп алып, сабағанда шешесі ара түсіп, әзер қолынан жұлып алған көрінеді. Енді бұл көшеде бұрынғышынша жайбарақат өмір сүрмесін білген олар дәрігердің отбасынан кешірім сұрап, көшіп кетуге уәде етіпті. Ал мұны естіген Майраның жүрегі тоқтап қала жаздады. Қатты таңданды. Құрбысындай болып кеткен көрші келіншектен мұндай қылық шыққанына еш сенгісі келмейді. Құдды түс көргендей болып отыр. Сырттай түтіну дүзу ұшатын отбасының іште іріп жататыны да болады екен. Әр кез еркектің қателігі кешіріліп, қоғам оған үйреншікті жағдай деп қарағанымен, әйелдің қателігін ешкім түсіністіп, танытып қабылдай алмайды. Нәзік жандардың шалыс басқан қадамына кешірім өте аз, бірақ Ербол әйелімен ажыраспады. Кешірім сұрап татуласты ма, ол жағы беймәлім. Мүмкін өзінің де тура жолдан тайып тұратын уақыттарын ойлап, ақылға салды ма, кім білсін. Ой ішіне түсіп, адаса жаздаған Майра кешкісін шай үстінде күйеуіне естігендерін жайып салды. Бірақ Қанат бұл күткендей таңғалма қоймады. Жайбарақат тамағын ішіп отыра берді. Бұл таңдана. Сен естіп алып па едің? Жоқ, сезіп жүргем. Қалайша? Не байқадың? Әлде саған да көзің қысты ма? Айтпай-ақ қояйыншы деп едім, саған көзім көрмеген нәрсеге сене қоймадым. Өткенде кештеу такси ұстап тұр едім, жолай ала кетейін деп бір жігіт тоқтаған. Менің тұратын жерімді білген соң Нәзираны сұрады. Телефоннан бірге түскен фотосын да көрсетті. Танисың ба деді. Я, көршім десем, қалай, дәмін көрдің ба деп жымыңдайды. Сөйтсем, 1-2 рет жақын болғанға ұқсайды. Таксист жігіт сонысын айтып мақтанып отыр. Адам айтса нанғысыз, көзіммен көрген соң, ақиқаты қайсы, жалғаны қайсы, ажырата алмай Майра дал болды. Қазір оған мына дүние сұмдық лас кірлеп тұрғандай сезіледі. Әйел мен еркек біткеннің бәрі жүргіш төсек құмардай көрінді. Ілтипат білдірген еркек атаулының түпкі ниеті төсекке шақыру деп қабылдайды. Қанатқа күліп қараған әйелге бұл аз көзбен атып қарайтын болды. Ара-тұра телефонын тексеріп, күдікке бой алдыра бастады. Ерлі-зайыптылардың сезімдері сынаққа түсіп, ыстығы басылып, бір-біріне көңілдерінің салқындайтын кездері болатынын түсініп келеді. Міне, осы тұста әйел отбасымен асыл сезімін, түннің көңілдерін лайлап алмас үшін ерінен әрекет күтпей, жарастықты сақтап қалуға тер төгу керек деген
ой келді. Еркекке ерегіскен әйел опа таппас. Құрметті қызықты әңгімелер каналының оқырмандары, егер менің әңгімем ұнаса, достарыңызбен бөлісіп отыруды ұмытпаңыздар.